емес, ауылдасым емес, вообще маған қатысы жоқ, менің өмірімді білмейді да. И фу, кетші бар, мә деген андай өте грязный әңгімелер жазады екен маған. Сол сізге айтқым келеді, 5 жылдан бері сонда сіз бақытсызсыз ба? Өзіңіздің өміріңіз жоқ па? Мен сізге айтайын, бақытты адам, жүрегі тыныш адам, айналысатын ісі бар адам, біреуге жаман нәрсе жазбайды. Маған жаман нәрсе жазғанда сіздер ойламаңыздар, кереметпін деп. Адам өзі қандай, ішінен сондай грязный нәрсе шығады. Жақсы адамның ішінен жақсы. Родной. Не oldu? Ұйықтап жатсың ба? Иә. Қайырлы түн, родной. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Өкшін достар, балтаңызға қайырлы түн. Не ұйықтап баратыр екен? Біз ұйықтаймыз. В общем, ассалаумағалейкум, тағы да балтаңызға қайырлы таң, қайырлы күн деп шығып қояйық. Қасымда менің осындай жігіт бар, барысында. Баршаларыңызға қайырлы кеш. Мен қазір үйге бағыт алып келе жатырмын, және де бүгін енді ең жоғары ұпайдың бірін мен алдым. Соған қуаныштымын. Негізі енді бүкіл сұрақтың бір 95%-дай мен жауабын біліп тұрдым. Кәдімгідей бәріне подсказка беріп, и сол 5%-на не уверенно білетін сұрақтың бірі маған өзіме келді. Андай болады ғой, ойламаған, вообще осындай сұрақ келеді-ау деп ойламайтын сұрақтың бірі болды менде. Ол сол арашалау деген сияқты, бірақ енді барынша өзімнің түсінігіммен айтып көрдім, және де дұрыс болып шыққанына қуандым. Бұл сіздердің дұға тілектеріңіз, ол менің бір білімділігім, мықтылығым емес, Алланың арқасы, Алланың бұйырғаны. Кез келген Алладан тілеген дүние қайтымы бар, және қазір ораза айы, сондықтан бар ойлағандарыңызды Құдайдан сұраңыздар деп айтқым келеді. Барлық орындалады, және тастақ айтам. Мен алдыңғы жылы мүлдем қаражаттан сыналмаған, қиналмаған, сондықтан маған енді көп нәрсе, енді қаражат бар кезде көп нәрсе оңай шешіледі. Саған күйш керек па, сен күйш үшін заказ бере саласың, басқаны тапсырыс бере саласың. Саған идея, фантазияңды жүзеге асыратын адамдарды былайынан айтқанда жалдап ала аласың. Ал биылға енді